уайым қайғы жоқ адам болмайды. Аятта ертең Алла насіп етсе, Алланың құзырына барған кезімізде иншалла жарық жүзбен баруымыз насіп етсін. Уәлә хауфун алейхим уәлә хум яхзанун деген аяттар көп қайталанған Құранда. Мағынасы оларға қорқыныш болмайды және үрей болмайды деген екі аяттың басын қосты. Осы аяттың тәпсірінде ғұламалар айтқан, өткен адам дейді, адам өткен өмірінен қорқады дейді. Алланың құзырына барған кезде білесің ғой, қалай өмір сүргеніңді, не айтқаның бәрі көз алдыңда ғой. Соны адам не істейді екен? Қорқады екен. Және болашақ алдында келе жатқанда да үрей болады екен адамда. Міне қыс келе жатыр, қыс қалай болады екен? Анау қымбаттап жатыр, мынау қымбаттап жатыр, қалай болады екен? Үрей бар ма? Иә, үрей бар. Осы қорқыныш өткен шағыңмен болашақ жаңағыдай үрейіңді Алла екеуін қосып айтқанда, оларға қорқыныш та болмайды, үрей де болмайды дейді, жәннат дейді Алла Тағала.